Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен нөмірі 6 жалпы білім беру орта мектебі тарих пәні мұғалімі Бекқызы Жұлдыз. 7 сынып Қазақстан тарихы, жаңа сабақтың тақырыбы Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Зерттеу сұрағы: Сырым Датұлы кіші жүз қазақтарының қандай құқықтарын қорғауды көздеді? Сабақтың мақсаты: халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау. Балдар, бірде Сырым орта жүзге барады. Орта жүзге барғанда сол елдің Бала би деген биімен кездеседі. Сырым мен Бала би екеуі көп әңгімелеседі. Бала би Сырымға бірнеше сұрақтар қояды. Сонда: сіз ағайынды нешеу едіңіз? дейді Бала би. Мен ағайынды екеумін, дейді Сырым. Мен ағайынды екеумін дегенім, біреуі өзім, екіншісі халқым. Оқушылар, Сырымның осы жауабынан нені аңғардыңыз? Қандай ой түйдіңіз? Балдар, енді бейнематериалды мұқият қараймыз. Өзімізге керек жерін дәптерімізге түртіп аламыз. Сырым Датұлы кім? Көтерілістің себептері қандай? Зерттеушілер Сырым Датұлы жөнінде не жазды? Көтерілістің тарихи маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Сырым Датұлы кім? Сырым Датұлы қазақ тарихында ерекше орын алатын тұлға. Ол тек қазақ даласына ғана емес, сол кездегі қазақ даласымен көршілес өзбек, қырғыз, түркімен елдерімен түркі тілдес халықтарға аты шыққан тарихи тұлға. Қазақтарды енді ғана бодандыққа ала бастаған ресейліктер қазақтың Сырым батыры жайлы хабарға ерекше мән беріп отырған. Сырым Датұлы қорғаған кіші жүз қазақтарының құқықтары. Ең алғашқы төменгі әкімшілік басқару құрылымы Париж коммунасы 1789-1794 деп саналып келсе, Сырым Датұлы одан 4 жыл бұрын қазақ даласында халықтың өзін-өзі басқаруының негізін қалады. Ең алғаш рет қазақ даласындағы хандық басқарудың орнына кіші жүз аумағында халықтың өзін-өзі басқару түрі халық жиналысын енгізді. Халық жиналысына көшуге патшалық Ресейді көндіріп, отар болған қазақ даласында алғаш рет Ресей заңына емес, қазақтардың ата-бабасынан қалған ережелеріне бағынатын әкімшілік аймақ құрды. Осы заңның арқасында мылтықпен қаруланған Орал казактарының қазақ ауылдарына шабуыл жасап, малын айдап әкетуіне тосқауыл қойды. Қазақтар Жайық өзенінің жағалауына қоныстануға мүмкіндік алды. Көтерілістің себептері қандай? Біріншіден, шекара шебінің ішкі жағына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптар қатая түсті. Екіншіден, Орал казак әскерлері тарапынан қазақ даласындағы әскери іздестірулер тоқтатылмады. Үшіншіден, Нұралы ханның және оның төңірегіндегілердің беделі жыл сайын төмендей берді. Ол бірте-бірте патша өкіметінің қолындағы қол шоқпарға айналды. Зерттеушілер Сырым Датұлы жөнінде не жазды? Михаил Вяткиннің Сырым туралы зерттеуінде туған елі Сырымның жанқиярлық ерлігін, кемеңгерлігін, шешендігін ерекше қастерлеген. Оның ел ішіндегі дау-дамайға жасаған әділ төрелігі турасында халық жадында көптеген аңыздар сақталған. Яков Гавердовский Сырым Датұлы өзінің байлығымен де, халық алдындағы беделімен де ханнан жоғары тұрды деп батырды ерекше сипаттаған. Көтерілістің тарихи маңызы қандай? 14 жылға созылған бұл азаттық күрес отан тарихында аса маңызды оқиғалардың бірі болды. Күрес Ресей патшалығының араласуымен кіші жүздегі хан билігінің әлсіздігін анық көрсетті. Ел басқару ісіне бірқатар әкімшілік өзгерістер әкелді. Ұлт-азаттық көтерілістің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, қазақ жеріндегі ең ұзаққа 14 жылға созылған отарлық езгіге қарсы көтеріліс болды. Патша өкіметін қазақтармен санасуға мәжбүр етті.
Патша үкіметі қазақ руларына жайықтың оң жағасына өтуге, мал жаюға рұқсат етті. Оқушылар, Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі басылғаннан кейін патша үкіметі кіші жүз қазақтарының көшпелі қауымына отаршылдық езгіні күшейтіп жіберді. Сондықтан да қазақтардың көтеріліске шығуы кездейсоқ емес еді. Енді бейнебаян бойынша талқылауға арналған сұрақтар. Бірінші, сырымды атылы кіші жүз қазақтарына қандай құқықтарды қорғауды көздеді? Екінші сұрақ, неліктен орыс патшалығы Айшуақ сұлтанды хан сайлауға тырысты? Оқушылар, мұқият ойланамыз. Оқушылар, картаны пайдалана отырып, бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмада сәйкестендіру. Сырымды атылы мен орыс әскерлерінің арасындағы қақтығыс ошақтарын картадағы мәліметпен сәйкестендіру. Яғни, жылы мен оқиғасын сәйкестендіресіздер. Ал енді оқушылар, екінші тапсырмада кестені сызып толтырамыз. Көтерілістің болған жылы, яғни қай уақыт аралығында болды, жетекшісі кім, көтерілістің себебі қандай, көтеріліс кімдерге бағытталды, қозғаушы күші кімдер, маңызды оқиғалар және нәтижесін анықтайсыздар. Ал енді оқушылар, сабағымызды қорытындыласақ, сырымды атылы бастаған көтерілістің орасан зор тарихи маңызы болды. Ұлт-азаттық көтеріліс қазақтардың Ресей империясының отаршыл әкімшілігіне қарсы ең алғашқы ірі бас көтеруінің бірі еді. Сырым батыр қазақ халқының есінде 18 ғасырдың соңғы ширегіндегі көрнекті саяси қайраткерлердің бірі ретінде қалды. Ол өз замандастарының арасында аса ірі бедел мен сый құрметке бөленді. Сырымды атылы бастаған көтерілістен кейін патша үкіметі бір қатар мәселе бойынша, соның ішінде ең алдымен Еділ мен Жайық аралығындағы мал жайылымдарын пайдалану жөнінде едәуір жеңілдіктер жасауға мәжбүр болды. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.